Сауат ашу 144 сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ, мен не үйрендім? Саяхат тақырыбы бойынша. Бұл сабақта сен сюжетті сурет бойынша әңгіме құрап айтасың, берілген тақырып бойынша мәтін құрастырасың. Балалар, саяхат адамның өзге елді көруі немесе демалу үшін сапарға шығуы. Адамдар саяхат кезінде көптеген қызықты жаңа мәлімет алады, көрікті жерлермен танысады. Бүгін біз балалар білім еліне саяхат жасаймыз. Ол үшін мына тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: суреттерге зер сал, әңгіме құра. Яғни балалар, өздерің саяхатшы болып, мына суреттер бойынша әңгіме құрайық. Қай жерге саяхаттағың келер еді? Екінші тапсырма: ұйқасын тап. Аң мен құсқа қорған, болған қалың. Яғни балалар, қорған сөзіне ұйқас болатын сөзді көп нүктенің орнына қойып айтайық. Үшінші тапсырма: көктемгі демалыста сынып оқушылары саяхатқа шығады. Сынып мұғалімі бірнеше саяхат орындарын ұсынып мағлұмат берді. Сен қандай орынға саяхат жасауды таңдар едің? Қорыққа ма, Астанаға ма, мұражайға ма, театрға ма? Қай жерге саяхат жасар едің? Өз таңдауыңды түсіндір. Балалар, табиғатқа қалай қорған болу керек? Табиғат аясына шыққан кезде тазалық сақтайсың ба? Есіңде сақта, табиғатты ластауға болмайды. Ендігі балалар, дәптермен жұмыс жасаймыз. Жұмыс дәптеріміздің 47-ші бетіндегі тапсырманы мұқият көркем етіп орындаймыз. Жарайсыңдар балалар, іске сәт.